Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен Қазақстанның ең керемет Швейцарияға тең келетін Бурабай өлкесіне қалай жетуге болатынын жазатын боламыз. Қазақстанның кез келген бөлігінен Бурабайға пойыз немесе ұшақ болмағандықтан сіздер Астанаға ең алдымен пойыз немесе ұшақпен жетіп аласыздар. Ары қарай индрайвер бағдарламасынан Астана-Бурабай аралығы деп жазасыздар да 3.000-3.500 теңге көлемінде жазасыздар. Біз 2021 жылы барғанда адам басына 3000 теңгеден түскен болатын. Яғни ол сізді ЖД вокзалдан немесе аэропорттан алып кетеді де қонақ үйіңізге апарып тастайды. Қонақ үйлерге келетін болсақ, 2 адамға 20 мыңнан басталынады, яғни 15 мыңнан да табуға болады. Ол отельдің ұзақтығына байланысты. Немесе сіздер бір күндік жалдамалы үйлерді алсаңыздар болады. Ол да адам жалпы күніне 5 мыңнан басталынып, ары қарай суммада кете береді. Яғни барлық условиясына байланысты. Бурабайдың ішінде сіздер сол жердегі жергілікті таксимен жүргенге қарағанда Яндекспен жүрген сіздерге кейде арзанырақ түседі. Сондықтан Яндекстен бағасын көріп алғандарыңыз жөн болады. Яғни Яндекстегі бағадан көріп, сіздер одан арзан бағаны таксистке ұсыныс ретінде айтыласыздар. Кез келген таксист оған келіседі, себебі Бурабайда қыдыратын жерлердің барлығы бір-біріне жақын болып келеді. Ары қарай катамаран 2,5 мың теңгеден басталынады. Яғни сізде оған өз еркіңізбен көріп қайтсаңыз болады. Бұл катамаран сізді жағажайдан алып кетеді де жұмбақтас сол өлкелерге апарып қыдыртып қайттан алып қайтады. Жалпы Бурабайдың колесо обозрениясы бар, ол да 1000-1500 теңгеден басталынады, бірақ ол жерде анау айтқандай әдемі көріністі көре алмайсыздар. Сіздер Бурабайдың бірнеше шыңына шықсаңыздар болады. Егер қолдарыңызда кішкентай балдарыңыз болса немесе жастарыңыз үлкен болатын болса, шықпағандарыңыз жөн. Бірақ бұл әдемі керемет видті көруге тұрарлық деп айтар едім. Бурабайдың арасындағы таулар бір-біріне жақын болып орналасқан, яғни сізді ол жерге гид алып бара алады, немесе өзіңіз шықсаңыз болады. Бірақ гидпен немесе Бурабайға бұрын-соңды барған адаммен барғаныңыз сенімдірек болар еді. Егер қандай да бір қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіріңіздер. Келесі Көлсай қайыңды жолын айтатын боламыз.